Ағаларыңыз насылдым, жандарым сол қалайсыздар? Жалпы болжамдар әлемі сіздерге салтанат арнасына қош келдіңіздер. Менің есімім Салтанат болады. 18 қаңтар жаңа ай туады. Жаңа ай жарлыққа ескі айды есірткі дейміз. Көп сөйлеп созбайын, әдептен озбайын. Жалпы болжамға көшелік, қаралық. Жаңа ай бізге несімен келеді? Не істеуіміз керек жаңа айға? Көбінде жоспарлар құруымыз керек. Өткенімізбен есептесіп қоштасуымыз керек. Сонымен қаралық. Бұл жаңа ай тосын сыйларға толы. Егер сіз өткеніңізді кешіріп, өткеніңізді ұмытып, өткеніңізді жіберсеңіз, енді кешіру ол сіздің құзырыңызда. Кешіріңіз келе ме, кешіріңіз. Бірақ бұл жерде жіберу керек. Егер ана бір бастауышта бір жиендерімді оқытқанда бір аңыз әңгіме оқидым. Бір ата болған екен, кезінде жас жігіт болған ғой, әбден жаңағыдай әркімнен соққы жеп, әркімнен мұңайып, әркімге ренжіп, сөйтіп ренжігеніне бір тастан дорбасына сала беріпті. Сөйтіп қартайғанда анау дорбасы толып кеткен. Содан кейін қалай алмай жаңа тас дорбаны сөйтіп бір данышпан ба бір алдынан бір сондай бір ғұлама кезігіп айтыпты, айналайын мына тастарды тастасайшы, не қыласың, бұларды жинай бер деп. Сол сияқты ауыртпалық болып кетеді ол сізге. Сондықтан олардың бәрін жіберу керек. Кешіру, кешірмеу Құдайға салыңыз, бірақ ойдан да көңілден де жіберу керек. Сондықтан егер сондай жіберіп жаңа өмірге дайын болсаңыз, сізге тосын сыйлар өте көп. Өмірдің сыйлары, өмір ол сый, өмір сынақ емес, өмір сый. Сізге сыйлар өте көп келеді. Қандай сыйлар келер екен? Сіз көп еңбектенген екенсіз. Білмеймін, шеберлер, ұсталар, бір хас шеберлер деп па, бір өзінің бір өмірінде түйгені, ұққаны көп. Сондай адамдар қараласа, бейнеттің зейнетін көресіз. Осы ай келе жатқан ай зейнетті өте көп көресіз. Бұл жерде егер біреу кәдімгідей армандаса, болмаса жаман бір ұрысып, бір басынан қандай қиындықтар өтсе, соның бәрін жеңіп шығады. Енді сіздің орныңызды балта шаппайды, енді сіздің өміріңіз иммунитет дейді ғой, қалыптасып. Біреу бірдеме десе, біреу арфылдаса, біреу жаңағыдай жаман көзқараспен қараса, сіздің теріңіз қалың, сіз одан өткіздірмейсіз. Өйткені сізден оған қорғаныс, өмірден үйренгеніңіз, өмірден түйгеніңіз көп. Сондықтан сіз жол алмайды. Мына жақта өздері ұшып жатыр, мен мұңдалап тұр, жол ашулар. Қайда барам десеңіз де, не қылам десеңіз де, жолыңыз ашық. Мейлі қыстың көзі, қарау, қыстың көзі қалың, мысалға 18-нен 19-на бөрі сырғақ дейді. Енді алыс жолдағылар мені көрсе абай боласыздар, бірақ бәрібір де жолдарыңыз ашық. Өте жақсы. Бір қиын бірдеме көріп тұрған жоқпын. Одан кейін былай дейді, Құдайға тапсырған, болмаса өзіңіз кіммен жауласып жүрсеңіз, сол жау дұшпаннан құтыласыз. Бір ерекше ай туайын деп тұр. Бәрі әділмен, пақ шіркін. Құжаттарыңыз өткізіп, қандай да бір құжаттар, қандай да бір заңды мекемелермен ісіңіз болса, бәрі оңынан болады. Неге қазір назар аудару керек? Сіз оныста баршылықта, тоқшылықтасыз. Мейлі қазір қандай деңгейде көрмеңіз, сізде кілттердің бәрі сізде, мүмкіндіктердің бәрі сізде. Алыстан біреуден көмек
көмек сурап үміт артпай коюңуз, өзүңүз жол таба аласыз. Сиз өз өмүрүңүздүн бийлөөчүсүз. Бул жерде сиз өз өзүңүздү калыптастырган туулгасыз. Күчтүү адамдар карап жатыр экен. Енді әрине, егер шыға алмасаңыздар, ондайдан сізге тағы мүмкіндік береді. Тағы мүмкіндіктер аласыздар. Құдайдың несі, сынақтар сондай ғой. Бір сынақтан өте алмасаң, ол сынақты өтпейінше сізге айналшықтап сол мүмкіндіктер бере береді. Өтіп болғаннан кейін, сабақты тапсырғаннан кейін, арман мұраттарыңызға бұл жерде сүрінбей жетесіздер. Мені қарап отқандарға сіздерге өте жақсы жаңалық, тосын сыйлар. Көп күтпейді, көп күттірмейді бұл жерде. Ендігі армандарыңыз көп күттірмейді. Лезде қолдарыңызға аласыздар. Біреулер бар, жоқ, қай күнде де бір болжамда айтып едім, ер азамат жолға десем, жоқ, салты маған керек емес дейді. Енді қандай сыйлар екенін, оны енді бір Құдай біледі. Бірақ мүмкіндіктерден тартынбаңыздар. Қолыңызға келді ма, бұйырды ма, алыңыздар. Бұл жерде ұялып тартынбаңыздар. Өйткені ол қазір сіздің сүріп атқан өміріңіз, ол сіздікі, ол біреудің өмірі емес. Ал келе жатқан сыйдың бәрі, ол да сіздікі. Рұқсат алыңыз. Қорқып, ұялып, өлетініңіздің өзі айтады. Қорқып, ұялып, тартынып, ондай әрекет жасамаңыз. Бұл жерде өзіңізге бұйырған кетпейді, қуған жетпейді дейді ғой. Жеңіс өте керемет ай туайын деп тұр екен. Тағы неге назар аудару керек? Енді басқа шығарғым келмейді. Өз тағдырыңыздың, өз өміріңіздің билеуші, ханы, өз өміріңіздің, өз тағдырыңыз өз қолыңызда. Бұл жерде сізге ешкім еш нәрсе жасай алмайды. Тек бүйтіп сырттан қарап тұрады. Сіздің өсіп, қарқында, жеңістің туы қолыңызда, күш сізбен бірге, ұлы күштер сізбен бірге. Сол өте керемет ай келе жатыр. Жаңа айда жарлыға, ескі айда езерге. Ұлы күштерге алғыс білдіреміз, аға руаққа алғыс білдіреміз. Сіздердің алдарыңызда да осылай рұқсат беріп, ұлы күштерге алғыс білдірем. Өзім әулетім аға руағына да, әулетім даңқ үшін алғыс. Сол аман есен сау болып тұрыңыздар.